Бәріңізге сәлем, құрметті достар, құрметті көрермендер. Бүгін біз арнамызда Қазақстанда және әлемде болып жатқан оқиғалармен таныстыруды жалғастырамыз. Сіздерден өтінетінім, арнамызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бұл сіздерге кішкентай ғана шаруа болғанымен, біз үшін маңызы өте жоғары. Ендеше достар, бастаймыз. Алматы облысында 4-ші сынып оқушысы өзіне қол салмақ болған. Оқушы қоштасу хатын жазып, бір қорап аспирин ішкен соң жатып қалған. Баланың әжесінің сөзінше бұндай әрекетке баруына мектептегі қорлық себеп болған. Ал полиция тергеу жүріп жатқанын мәлімдеді. Сонымен қатар тиісті сараптамалар тағайындап, жедел іздестіру шараларын жүргізіп жатыр екен. Және осы оқиға өзінің жалғасын басқа қырынан тапты. Баланың анасы мектеп директорының ақша ұсынғанын мәлімдеді. Әйелдің сөзінше мектеп директоры ақша беретінін айтып, полициядан арызын қайтарып алуын сұраған. Мектеп директоры маған келіп, 200 мың теңге беремін, мұндай ештеңе болмады деп арызыңды қайтарып ал. Анаң 5 ағаш чатында кешірім сұрасын деді. Мен бас тартып, бұдан кейін байланысқа шыққан жоқпын дейді ол. Директор школы ко мне пришла, сказала: я тебе дам 200 тысяч тенге, забери заявление из школы, что этого такого не было. Пусть мама твои извинения попросит перед Бесагаш чатом. Я отказалась, и с ними теперь на контакт вообще не выходит. UFC файтері мен Қазақстан азаматтары Таиландта адам ұрлады және азаптады деген күдікке ілінді. Тергеу мәліметінше 3 қыркүйекте бірнеше ер адам италиялық кәсіпкердің вилласына баса көкте кіріп, оны түні бойы азаптаған. Полицейлер кәсіпкерді азаптау кезінде үтіктіде қолданғанын айтады. Осылайша үйінен 40 мың евро, қымбат сағаттар мен техникаларды алып кеткен. Іздеу шаралары барысында шешенстандық спортшы әрі UFC файтері Хусейн Асқабов және оның егізі қамауға алынған. Ал Қазақстанның 3 азаматы Пхукеттен Дубайға кейін елге қашып кетуі мүмкін. Шымкентте ер адамның мәйіті битум құйылған бөшкеден табылды. Оқиға 11 қыркүйекте таңертең Олакс жауапкершілігі шектеулі серіктестікте болған. Кәсіпорын бояу материалдары мен полимер өнімдерін дайындайды. Мәйітті алып шығу үшін құтқарушылар тыныс алу аппараты мен альпинистік жіптерді қолданған. Түркиядағы ірі жол апатында қаза тапқан отбасы мүшелерінің денесі Қазақстанға жеткізілді. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Аланияда қаза тапқан отбасы мүшелерінің денесі елге жеткізілгенін айтты. Ресми өкіл қазір Түркияда осы жол апатына қатысты тергеу жүргізіліп жатқанын мәлімдеді. Қазақстанға отбасы мүшелерінің денелері жеткізілді. Қазір тергеу жүргізіліп жатыр. 2 көлік жүргізушісіне қатысты тексеріс жүреді. Жергілікті түркиялық компаниялармен келіссөздер жүргізіп, бағасы бойынша келістік. Біздің консул түркиялық құқық қорғау органдарымен тығыз байланыста, деді Айбек Смадияров. Және министрлік өкілі туристердің шетелде демалуындағы қауіпсіздігіне азаматтардың өздері жауапты екенін атап өтті. Олардың жанында әрқашан мемлекет қолынан ұстап жүре алмайды, деді Смадияров. Ресейде Сочиден Омскіге ұшқан ұшақ егістік алқабына қонды. Ұшақта 159 жолаушы болған. Қонар алдында гидрожүйенің істен шығуына байланысты дабыл белгісін іске қосыпты. Ресейлік баспасөз ақпарат құралдарының мәліметінше, жолаушылар арасында 4 Қазақстан азаматы болған. Алдын ала мәліметке сәйкес, ұшақ қону кезінде зақымдалмаған, жарақат алғандар да жоқ. Адамдардың барлығы жақын маңдағы мәдениет үйіне орналастырылды. Ливияда дүлей дауыл кесірінен 2000-ға жуық адам көз жұмды. Премьер-министр Усама Хамадтың сөзінше, мыңдаған адам із-түзсіз жоғалып кеткен. Дауыл кезінде Дерна қаласы ең көп зардап шеккен, мұнда 2 бөгет қирапты. Ел билігі көз жұмғандар саны әлі де артуы мүмкін екенін айтып отыр. Ал қалада жарықпен байланыс жоқ. Португалияның Анадия қаласында 2 миллион литр шарап көшеге төгілді. Жергілікті биліктің мәліметінше, мұнда шарап өндіретін зауыттың 2 цистернасы жарылған. Салдарынан көрші үйдің жертөлесі мен көше шарапқа толған. Ішімдік Чертема өзеніне құйылмауы үшін өрт сөндірушілер арнайы бөгет дайындаған. Нәтижесінде шарап егістікке құйылды. Міне достар, бүгінгі жаңалықтар тізбегі осындай болды. Біз алдағы уақытта да жаңалықтармен таныстыруды жалғастырамыз. Жақсы жаңалықтарымыз көп болсын. Көріскенше қош сау болыңыздар, құрметті көрермендер.